Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Қарағандыдан барлығына сәлем. Біріншіден сіздерден кешірім сұрағым келіп тұр. Көптен бері видео салынбады. Оған біраз себептер болды. Мынау жалпы көп видеоның орнына бір осы соңғы жарты жылдан астам уақыттағы еңбегіміздің нәтижесі туралы айтқым келіп отыр. Әрине бүгінгі видеомыздың тақырыбы жалпы күрке тауық балапандарын өсіру тиімді ме, тиімді емес пе? Күрке тауық балапандарын өсіргеннен қанша пайда таптық, қанша шығынға баттық, сол жайында болмақ. Және де осыған дейінгі салынған видеолардың толық нәтижесін және де мынау күрке тауық балапандарын емес, күрке тауықтарды қалай сою керек жайлы осындай ауқымды ақпарат салғым келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бастаймыз. Ардақты ағайын, енді алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай видеолардың шықпай жатуының бірден бір себебі мынау қазақтың тағы бір өнерін меңгеріп үйрену барысындамын. Сондықтан осы ағаштан бұйымдарды жасап, осылардың қыр-сырын меңгергенше ары бері қозғалатын уақытым болмады. Негізгі жұмыспен қатар алып жүру сәл қиынырақ болды. Енді бұл туралы кейінірек жаңа видеоларда бүгінгі видеомызға арқау болған негізгі тақырыбымызды бастасақ. Басынан бастап есептейін. Мінекей, бірінші жылдағы менің шығындарымды есептейік. Ең бірінші инкубатор сатып алдым. Қолданылған БУ инкубатор 20 мыңға, несушка деп аталады. 90 жұмыртқа сатып алдым. 500 теңгеден 90 жұмыртқа 45 мың теңгеге. Бұл 90 жұмыртқаның 66 шықты өзіміздің кемшілігімізден болып, қателігімізден болып 40 балапан тірі қалды. 3 ай уақытына дейін солардың 36-сы, қазіргі күнге дейін 36-сы өсіп жетілді. Және бұл инкубаторға қосымша гигрометр, Қытайдан алдырылған қара термометр датчиктер сатып алдық. Және 4700 теңге терморегуляторына, термометрына брудер жасауға кетті. Бұл өзіміздегі керекті материалдарын, қолдағы бар материалдарын жасалған брудер болғандықтан осындай арзан сомаға шығып тұр. Жалпы бірінші жылдағы менің балапандарды шығарғанға дейінгі шығыным 77.200 теңгені құрады. Келесі балапандар жарып шыққаннан кейін 2 ай уақытына дейін стартовый комбикорм және рост комбикормына 11 мың теңге шықты. 1,5-2 ай уақытына дейін. Одан кейін ай сайын кебегіміз бар, кукурузамыз бар, мясокосный, мел, ракушка, тағы сол сияқты негізгі жемге және солардың қоспасына 72 мың теңге, шамамен 6 айға 12 мың теңгеден деп алып отырмыз. Ол әрине толық сома емес, бұдан аз болуы мүмкін, бұдан сәл көбірек болуы мүмкін. Өйткені білместігімізге байланысты басындағы айларда 15 мың теңгеге дейін, 16 мың теңгеге дейін шығынды алып отырдық. Өйткені жемді, бидайды, кебекті магазиндерден алған болатынбыз. Ол әрине біздің тәжірибесіздігіміздің нәтижесі. Қазір мен жемді тура диірмендерден алып отырмын. Сондықтан айына шамамен 8 мыңға дейін төмендеді бұл санымыз. Сондықтан ортақ есеппен айына 12 мың теңге деп алып отырмын. Мынау алдарыңызда тұрған сан 6 ай уақытқа, соңғы 6 айда жемге кеткен шығын. Сонымен біздің шығынымыз балапандардың 8 ай уақытына дейін 160.200 теңгені құрады. Бұл санды енді ортақ есеппен 160 мың теңге деп алайық. Күрке тауықтарды сойдық, саттық. 2 күрке тауықты сыйладым. Қазір өзімде 2 аталық және
аналығынан 5 дана қалды. Сондықтан сойылып сатылған күрке тауықтың саны 27 деп алып отырмыз. 27 күрке тауығымның 19-ы аталық еркек. Ол шамамен біреуі 14 мың теңгеден құрады. Және 9 мекенін саттым. Біреуі 8 мың теңгеден шығарды. Аталығымнан 260 мың пайда, аналығымнан 72 мың пайда. Ортақ есеппен 332 мың теңге пайда кірді. Ол 332 мыңнан жаңағы кеткен шығынымызды алып тастасақ, 8 ай баққан күрке тауықтарымнан 27 күрке тауықты сойып сатқанда маған 172 мың теңге пайда кірді. Енді бұл цифралар келесі жылы міндетті түрде өзгереді. Себебі бірінші жағындағы, бірінші бөлігіндегі инкубаторға, жұмыртқаға, гигрометрға арналған санды сызып тастаймыз. Келесі жылы менің өз күрке тауықтарымнан жұмыртқа туғызып, соларды бастырып, балапан шығарсам деген жоспарым бар. Және де қосымша шығындарға маған ол осы цифраның ішіне, мына цифраның ішіне кіріп кетіп жатыр. Қазіргі уақытта қосымша шығындарға маған балапандарға берілетін препараттар, антибиотиктер, келесі жылы міндетті түрде вакцинасын салдырып, өсіріп көрсем деген ниетім бар. Вакцинамызбен, пропойкалармен, жаңағы антибиотиктермен суына қосып берсек, қосымша витаминдер берсек деген, биылғыда чектоникпен ғана емес, тағы да қосымша витаминдер қоспаларын берсек деген ойымыз бар. Сонымен келесі жылға жоспарымыз, мақсатымыз 100 күрке тауықты өсіріп, 100 басын сату. Содан шыққан санның қандай болатынын айта жатарымыз. Ардақты ағайын, мынау жалпы күзгі алғашқы заказдар түсіп жатыр күрке тауықтың етіне. Сондықтан қазір сіздерге күрке тауықты қалай дұрыс бауыздау керек, қалай сою керек жайлы айтып өтсем деп. Ал мінекей алдарыңызда тұрған екі батырды союға дайындап жатырмыз. Қазір күрке тауық жалпы қалай сойылғаны дұрыс жайлы видеоны тамашалайық. Күрке тауық дайын тұр бауыздалуға. Мінекей мына ұқсап аяқтарынан ілесіздер, жақсылап. Білсеңіздер, мына жерде артерия жүреді. Осы артерияның тұсынан ілініп тұрған күрке тауықты өткір пышақпен ақырын тіліп жібересіздер. Содан күрке тауығыңыз ақырындап ұйықтайды. Күрке тауыққа қатты қиын болмасын десеңіздер, осылай бауыздағандарыңыз дұрыс. Ал ендеше бісміллә деп біз күрке тауығымызды сояйық. Ол момент әрине сіздерге көрсетпейміз. Күрке тауықты бауыздағаннан кейін былай істейміз. Шамамен 70 градуста ысып тұрған суға маламыз. Бісміллә. Малып, шамамен 10 секунд ұстау керек. Алып шыққаннан кейін жүні оңай жылынатын болады. Енді бұның барлығын сіздерге ұзағынан ұзақ көрсеткеннің еш қызығы жоқ шығар. Күрке тауығымыз жылынып, дайын болған кезде әрі қарай жалғастырамыз. Ауық жүндері жылынбай жатса, ыстық суға арасында тағы да малып отыруға болады. Естеріңізде болсын, тағы да қайталап айтып өтем, суларыңыз 75, ары кетсе 80 градустан ыстық болмау керек. Егер қатты ыстық болса, мынау күрке тауықтың терісі пысыңқырап кетеді, тез жыртылғыш болады. Күрке тауығымыздың
екеуін де жүнін жұлып аяқтадық. Қазір сіздерге күркетауықтың іш құрылысын қалай алу керек жайлы көрсетемін. Ең бірінші бізге аяқтарын буыннан кесу керек. Мінекей. Ең бірінші аяқтарын кесіп алып тастаймыз. Екінші сирағы. Ары қарай мына тұста жемсауы бар. Осы жемсауын шығару керек. Мінекей ең бірінші өңеш мен жұтқыншағын суырып аласыздар. Мінекей. Енді бұл өңеші мен кеңірдегі жеке бөлінгеннен кейін бұл өңеш жемсауға барады. Осы жемсауды асықпай жай шығаруымыз керек. Мынаның қабырғасына жабысып тұрады, терісінің. Соны жеке шығарып алсақ, ары қарай күркетауықтың іш құрылысын алу әлде қайда жеңілдейді. Мінекей, ардақтаған жемсауы шықты. Бүгін кешкілік осынша жем жеген бидай комбикормды. Енді ары қарай кеттік. Осы тұстан күркетауықтың іш құрылысын шығару. Кейін күркетауығымызды бүтіндей духовкаға салуға ыңғайлы болу үшін мына тесігіміз кішкентай болу керек. Енді асықпай іш құрылысын ақырын шығару керек. Мінекей, қазір шыққан үстің бауыры мен жүрегі. Бауырында міндетті түрде қарау керек, ешқандай құрт, ешқандай паразит болмаған жөн. Мінекей, бауыры тап-таза, сырты бір тегіс, әдемі. Мына бауырдан өтті бөліп алып тастаған жөн. Бауырды өйткені біз тамаққа қолданамыз. Өтті жарып алмай, абайлап алып тастаңыздар. Кеңірдекті осы жерден бөліп тастауға болады. Және құстың жүрегі. Енді бұл жүректің ішінде қан болатындықтан бұны барлықтарыңыз білесіздер, малды сойғандағыдай жарамыз. Мінекей, құс өте таза сойылған, адал сойылған, жүректің ішінде қан қалмаған. Және де жүректің құлақшаларын алып тастаған жөн.
Ары қарай. Ардақты ағайын, күрке тауықтарымызды тазалап болдық. Іш құрылысын алып тастадық. Мінекей іш құрылысынан алатынымыз тек қана асқазандары мен бауырлары. Салмақ шамамен 1 килограмм. Енді күрке тауықтың салмағы қанша шыққанын, таза салмағы қанша шыққанын сіздермен бірге қарап көрейік. Ең бірінші, заказ берушілердің тапсырысы бойынша кішірек күрке тауық керек деді. Салмағы 5 килограмм 500 грамм. Екіншісін көрейік. Екінші күрке тауығымыз үлкендеу. Оның салмағы 7 килограмм 800 грамм. Тағы да бір рет. 7 килограмм 800 грамм. Мінекей, енді ардақты ағайын, жалпы жаздың басынан бастап, көктемнен бастап 7 ай бойы осы күрке тауықтарды өсірдік, асырадық. Енді мінекей сатуға көштік. Біздің облыс бойынша... Жалпы ардақты ағайын, бүгінгі видеомыздың ақпараттар легі осындай болды. Қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп бастаған проектіміз өз мәресіне жетті. Менің ойымша, айына күрке тауықтарыңызға артық бір 20 мың теңге салып отырсаңыз, ол қалтаңызды көп қаға қоймайтын шығар. Бірақ та жаңа жыл уақытында, жалпы енді өзіміздің облыс бойынша айтып отырмын, қараша айынан бастап осы күрке тауықтарды сойып, 1-2 айдың ішінде жаңағындай сома кіріп келген кезде, ол өзінің мөлшерін негізі ол ақша көрінеді екен. Сондықтан менің ойымша күрке тауықтарды ұстау тиімді. Жалпы әр қазақ баласы осындай бизнес бастағысы келіп жатса, я осындай проект бастағысы келіп жатса, менің видеоларымды қарап, толық нұсқаулық ретінде қолдана алады деген ойым бар. Әрине бұл видеоларда барлық сұрақтарға жауап жоқ. Дегенмен, ештеңе білмегеннен гөрі осындай видеоларды көре, жалпы күрке тауық ұстаудың негізгі принциптерімен таныса алады деген ойым бар. Егер видеоларымды көріп, сіздердің пайдаларыңызға жарап жатса, әрине оған мен өте қуаныштымын. Осымен биылғы проектіміз, күрке тауықтар жайлы проектіміз аяқталды. Алда бізбен бірге болсаңыздар, жаңа проектіміз, мынау жалпы қазақ өнерінің тағы бір тармағы, қазақи ыдыс аяқ және ағаштан түрлі бұйымдар жасау жайлы проект бастасақ деген, плейлист бастасақ деген ойымыз бар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош, сау болыңыздар.